сіздермен ұйымдастырып отырған дөңгелек үстелімнің тақырыбы ұлттық тағамымыздың пайдасы. Мақсатым халқымыздың құнарлы табиғи тағамдарының бала денсаулығына, өсуі мен дамуына әсерін бірге талқылау және тәжірибе алмасу. Мына қолдарыңыздағы торсықтың арғы бетін қарасаңыздар, бұл жерде біздің ұлттық тағамдарымыз бейнеленген. Қане осы тағамдардың пайдасы туралы кішкене ой бөліссек. Құрт адам ағзасына өте пайдалы, құрамында кальций бар, сүйекке, тіске өте пайдалы. Өте пайдалы, тәбетті ашады, иммунитет көтереді, құрамында көп дәрумендер бар. Құрметті ата-аналар, әңгімемізді стол басында өрбітсек. Келіңіздер. Ұлттық тағамымыз қыздар қазақ халқының мәдениеті ғана емес, бұл табиғи әрі пайдалы асымыз. Және өздерің айтып өткендей, бауырсағымыз бұл ұлтымыздың символы болса, құрт тұнып тұрған кальций. Қыздарына қымыздан ауыз тиіп, тамақтан алып отырыңыздар. Ата-аналар, осы ұлттық тағамымызды үйде балаларыңызға бересіздер ме? Иә, береміз. Апта сайын бауырсақ пісіріп береміз, және де ет пісірген кезде пешорбағын балалар жақсы көреді. Мен балам Малика қазақтың ұлттық тағамдарын үйде пісіріп береміз. Балама айран үйітіп берем, қатық берем балама. Баламның тісі, денсаулығы жақсы болсын деп. Мен Айбектің апасымын. Мен немереме ірімшік істеп берем, қымызын ішкіземіз. Ой, қандай тамаша, жарайсыз, өте дұрыс жасайды екенсіз. Ата-аналар, осы балабақшаның ас мәзірінде айран бар, ірімшік бар. Енді осыған қосымша бауырсақты, қымызды қоссақ, қалай қарайсыздар? Өз ойларыңызды айтып отырсаңыздар. Өте жақсы болар еді. Өйткені айранда жаңағы жаз уақытында қымызды берсе, өте дәрумендері көп, балалардың иммунитеттері көтеріледі, және шөлдерін басады. Біз берсек деп ойлаймыз. Тұмау көп болады, соған қымызды қосса, баланың иммунитеті көтеріледі деп ойлаймын. Енді күнде бермесе де, енді жұбасына бір рет кішкенеден беріп отырса. Нұртілеу етті жақсы көреді дейді. Қазақпыз ғой, етті жақсы көреміз. Айбатыр құртты жақсы көреді дейді. Ол қандай тамаша. Ұлттық тағамымыз денсаулығымыздың алтын қазынасы. Олай болса, осы денсаулыққа пайдалы, дәруменге бай, құнарлы тағамымызды күнделікті қолдану бәріміздің ұлтымыздың алдымыздағы бір міндетіміз деп ойлаймын. Және бүгінгі күннен сіздер өздеріңізге көп мағлұмат алды деп ойлаймын. Енді алдағы уақытта балаларымызға тек осындай құнарлы қазағымыздың таза өнімін береді деген ойдамын. Сіздерге бүгінгі күнгі дөңгелек үстеліме келіп отырғандарыңызға көп рахмет. Бай қуатты болыңыздар.